Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қартаюға қарсы құлпынай қосылған маска жасаймыз. Масканы дайындау үшін бізге 5-6 құлпынай керек. Құлпынайды шанышқымен езіп аламыз. Құлпынайда коллагенді ынталандыруға және терінің серпімділігін сақтауға көмектесетін С және Е дәрумендері бар. Езілген құлпынайды електен өткізіп шырынын аламыз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда табиғи және оңай сұлулық рецептерді осы жерден табасыздар. Дайын болған шырынды қоя тұрамыз. Енді ыдысқа 200 мг сүт құямыз. Үстіне біраз қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз. Сүтте теріні ылғалдандыратын және қабыршақтайтын лактоза және сүт қышқылдарымен қатар теріні нығайтуға және қалпына келтіруге көмектесетін ақуыздар бар. Қоспаны баяу отта үнемі араластыра отырып қоюланғанша қыздырамыз. Жүгері крахмалы теріні ақырын тазартады және өлі жасушаларды кетіреді, беттің біркелкі болуын ықпал етеді. Маска негізін бөлме температурасында суытып, ыдысқа құйып аламыз. Егер сіздер құлпынай маскасын жасап көрсеңіздер, жаза кетіңіздер. Сіздің қалай жасағаныңыз жайлы білгім келеді. Құлпынайдың құрамындағы қышқылдар пигментацияны азайтады және тері өңін біркелкі етуге көмектеседі. 2 ас қасық құлпынай шырынын қосып араластырамыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. 1 шай қасық бадам майын қосамыз. Бадам майы әжімдерді азайтуға және тері құрылымын жақсартуға көмектесетін А және Е дәрумендеріне бай. 5-6 тамшы С дәруменін қосамыз. С дәрумені коллаген өндірісін ынталандырады. Ол теріңізді қаттылыққа ықпал етеді, қара дақтарды және пигментацияны азайтуға көмектеседі және тері өңін біркелкі болуына ықпал етеді. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Масканы аптасына 3 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырамыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуамыз. Бұл маска әжімді азайтуға көмектеседі, серпімділікті қалпына келтіреді, тері жасушасының жаңаруын жылдамдатады және өз коллагеніңізді өндіруді ынталандырады. Маскаларды қолданар алдында білегіңізге жағып 30 минутқа сынап көріңіздер. Енді екінші масканы дайындаймыз. Қалған құлпынайға 50 мг айран қосып араластырамыз. Және 1 шай қасық жүзім майын қосып араластырамыз. Айранның құрамында терінің өлі жасушаларын кетіруге және тері өңін ағартуға көмектесетін сүт қышқылдары бар. Бұл масканы тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтай аласыз. Масканы күнде кешке жатар алдында
бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 30 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.